Барлықтарыңа сәлем. Сіздермен бірге Education Guide Медет. Өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы. Білім беру бағдарламасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Уайымдамаңыз, қазір барлық сұрақтарыңызға жауап аласыз. Бұл білім беру бағдарламасы қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс білім беру бағдарламаларының тобы құрамына кіреді. Өндірістік және азаматтық құрылыс қоғам үшінде, бүкіл мемлекет үшінде үлкен маңызға ие. Өндірістік мақсаттағы объектілерді салу және қайта жаңарту кәсіпорын ғимараттарын пайдалануға беруді қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстар кешенін жүргізуді көздейді. Азаматтық құрылысқа қатысты өндірістік емес объектілер қала құрылысы мәселелерін шешеді және халық өмірінің жайлылық деңгейін арттырады. Білім беру бағдарламасына оқуға түсу үшін ұлттық бірыңғай тестілеуде математика және физика таңдау пәндерін тапсыру керек. 2021 жылғы мемлекеттік білім беру гранттарының тағайындау конкурсының нәтижесі бойынша грантқа оқуға түсу шекті ұпайы 59 ұпайды құрады. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі. Өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы бағыты құрылыс материалдарын, арнайы жабдықтарды, құжат айналымын түсінуді, құрылыс нормалары мен өрт қауіпсіздігін түсінуді үйретеді. Түлектер құрылысы саласындағы жобаларды әзірлеп, технологияларды өндірісте қолдануды үйренеді. Мамандар құрылысты жердегі ғимараттарды геодезиялық бөлуден бастап, іргетастарды, жақтауды, қабырғаларды, шатырды тұрғызудан бастап, әрлеу жұмыстарына дейін басқарады. Біздің түлектер Қазақстанның BI Group және Базис А сынды алдыңғы қатарлы сәулет құрылыс компанияларында жұмыс істейді. Өндірістік және азаматтық құрылыс технологиясы білім беру бағдарламасы бойынша курстан өткеннен кейін түлек жобалау, басқару, инженерлік техникалық қамтамасыз ету және пайдаланудың заманауи технологияларын меңгергеннен дайын маман инженер құрылысшы болады. Сіздің барлық сұрақтарыңызға жауап бере алдым деген ойдамын. Оқуға түсуде сәттілік тілеймін. Казгасада кездескенше.